Анау фәни жалғанды, қазақ оны қамшының сабындай ғана 5 күн жалған деп терең суреттейді. Өйткені өмір өлшеулі уақыт қана. Алайда тал бесіктен жер бесікке дейінгі шектеулі ғана уақытта өлшеусіз бір нәрсе болса, ол пенденің пәндәуи тірлікте қалдырған ізі деуге болады. Әсіресе жүректер мен көңілдерде қалдырған ізі. Бүгін біз еске алғалы отырған ардақты әке, асыл жар, ағаға тынысындай іні, бауырға ағалық қамқорлығын аямаған Қыдыралин Серікжан Тілеубекұлының өмір жолы жылдармен емес, дарқан көңілмен, ақ көңіл пейілімен, жасаған жақсылығымен өлшенсе керек. Ақ көңіл аңқылдаған азамат еді. Қыдыралин Серікжан Тілеубекұлын еске алу бейнебаяны. Ол 1970 жылдың 20 тамызында қасиетті Қарқаралы топырағында Нұркен ауылында дүние есігін ашты. Тілеубектей әкенің, Нұржамалдай ананың тәлімін алып, таудың тасындай шыңдалып өсті. Бойындағы қайрат пен күш оны жастайынан спортқа жетеледі. Қарағандының спорт мектебінде білімі мен білегін қатар шыңдап, бозым шаққа жеткенше шар болаттай шыңдалды. Ал әскер қатарына алынғанда отан алдындағы борышын Семей полигонында абыроймен өтіп, нағыз ерге тән мінез қалыптастырды. Міне, еңселі бойына жарасқан көркі бар, ақ жарқын кең пейіліне үйлескен атымдай жомарттығы бар Серікжан сері жігіт атанған еді ел арасында. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дегендейін, әскерден келгеннен соң көп ұзамай ол өз өмірлік таңдауын жасады. 1991 жылы өмірлік серігі, адал жары Әсемгүлмен шаңырақ көтерді. 35 жыл бірге өткізген ғұмырда өмірдің ыстық суығы, қызығы мен сынағын бірге кешу сыйластықтың ең көркем көрінісі еді. Олардың тағдырының айтулы бір тарауы Қарағанды қаласына қоныс аудару болды. 1998 жылы 90 жылдардың әлі де тарқай қоймаған тоқырауына қарамастан, отбасының болашағы, бала-шағаның қамы үшін олар осындай шешімге бел буды. Отбасының бағуатты, шаңырағының берекелі, балаларының болашағының жарқын болуына барын салды. Олардың нәсібін өз жеке кәсібінен табуды жөн санады. Соның жолында күн-түн демей аянбай еңбек етті. Алдымен нәпақа табуды жеміс-жидек сатудан бастаса, кейін еттің көтерме саудасына ауысты. Ет шаруашылығын қолға алды. Ол ет таңдау, мал тануға келгенде онымен шендесе алатын адам некен саяқ етті. Әсіресе қамбар ата түлігіне көз салғандақ, оның қадірін, қазынасының қалыңдығын жазбай танайтын қасиеті бартын. Бірақ оның басты байлығы кәсіп емес, кең пейілі болатын. Тіпті қадаға көшіп кетсе де ауылдастарын ұмытпай, өз кәсібінен олардың да нәсібін бөліп беретін. Қалай айтса да, шын мұқтаж боп тұрған жанға қолындағысын шашып жіберуден тайынбайтын атымдай жомарт, пейілі кең, қолы ашық, ақ жарқын азамат еді. Асылында нағыз жомарттық тек дүние мүлікпен емес, жүректің кеңдігімен, адамға деген риясыз ілтипатпен өлшенсе керек. Серікжанның бойындағы бұл қасиет оның кісі көңілін таба білетін көпшілдігімен, үлкен кішіні жатырқамайтын кіші пейілділігімен ұштасып жататын. Кез келген ортамен тіл табысып кететін, дипломат мінез арқылы қаншама жанға шапағатын тигізді. Ол өзіне ғана емес, ұрпағына да жауапкершілікпен қараған парасатты әке болды. Өмірге 4 ұл келіп, оларды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқытпай өсірді. Адалдықты, еңбекті, адамгершілікті сөзбен емес, өз ісімен үйретті. Әке көрген оқ жонар демекші, кешегі әкенің тағылымын бойына сіңіріп өскен сол ұлдар бүгінде қабырғалы азаматқа айналып, өз алдына жеке шаңырақ көтерді.
Бәйтеректің тамыры тереңдеген сайын бұтағы жайқалатын секілді. Сергіжанның да өмірі міне өз ұрпағымен осылайша қайта жаңғыруда. Бүгінде сол ұлдарынан тараған 5 немересі Сергіжан ағамыздың жер бетіндегі жалғасы өшпес аманат. Алланың маңдайға жазған құс қанат ғұмыры қауырсындай үзіліп түскеніне де жылға жуық уақыт өтсе де, ардақты азаматымыздың бейнесімен дарқан көңілі жақындарының көңілінде сақталып қала бермек. Сағынып қала бердік бейнеңізді, көрмеген соң әкешім көптен бері. Ойға оралды өмірдің өткелдері, өзіңізсіз алғашқы көктем келді. Кең пейіл дархан еді мінезіңіз, ақ көңіл ақ жарқын жан сіз едіңіз. Сол қасиет дарыса бойымызға, жолыңызды жалғаймыз әке енді біз. 4 ұлың бар арқаңдағы асуың, сенің күшің, сенің үнің қалғандай. Әке деген ұлы сөзді кірлетпей, сенің жолың жалғасады арғарай. 5 немерең үмітіңнің шырағы, өміріңнің мұрадайын жалғасы. Қанат сермеп болашаққа қарыштай, атыңды сенің алып өтір алысқай. Әзің сенің өшпейді таңбадайын басылған, жүрек барда нәр алған өзіңдейін асылдан. Жаныңа жәннат, рухыңа иман тіледік, топырағың торқа болсын, әкежан.